Сәлем достар, сіздермен мен Ағила. Бүгін біз сіздерге осы ер балаларға арналған осындай костюмчик тігу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай мата қажет. Бізде глянцевый велюр матасы. Барлық өлшемдерін мен алдын ала сызып алдым. Енді осы өлшемдердің бәрін қиып алатын боламыз қазір. Көріп тұрғандарыңыздағы видеодағы бұл костюмның артқы бөлігі. Осы артқы бөлігі. Қазір алдыңғы екі бөлігін кесіп алатын боламыз енді. Міне алдыңғы екі бөлігі болады осы екеуі. Мінекей. Осылай костюмчиктің алдыңғы бөлігі шықты. Енді біз жеңін кесіп алатын боламыз. Жеңін осылай екі қабаттап кесеміз. Целый бір жеңі түсетін болады. Мінекей, біз екі жеңін де кесіп алдық. Енді біз астыңғы бөлік шалбарын размерлерін кесіп аламыз. Менде барлығы сызылған. Осылай кесіп алатын боламын. Артқы бөлігін, алдыңғы бөлігін бәрін қойып осылай кесіп алатын боламыз. Енді осы мінекей бірінші шалбарынан бастап тігеміз тіккенде. Осылай тігістерін біріктіріп аламыз барлығын. Мінекей. Осылай видеода етіп тігіп аламыз. Бізде шалбары дайын мінекей. Енді осының барлықтарын біз қазір оверлоктайтын боламыз, осы тігістердің барлықтарын. Тігістің шеттерін барлығын оверлоктап аламыз. Мінекей барлығын оверлоктап алдық. Енді резина жүретін жерімізді осылай қайырып тігіп аламыз ішіне қарай.
белін қайырғанда пішіп жатқан кезде лишний осы беліне лишний аламыз. Өйткені біз резинка, қандай резинка жібересіз, жалпақтау жіберсеңіз көбіректеу қосып аласыз размеріне. Енді балақтарын қайырып тігетін боламын. Екінші балағын қайыратын кезде тура үстіне қойып, тура бір размерде қайырып аламыз. Үлкен кіші болып қалмас үшін, екеуі бірдей болу үшін қайырғанда бірінің үстіне қойып, тура сол размерде қайырамыз екінші бөлігінде. Бізде бұл костюмчик 1 жасарға балаға арналған. Мінекей шалбары дайын. Енді біз костюмчигін тігетін боламыз. Бірінші жеңін тігіп аламыз. Барлығын дайындап болып оверлоктаймыз. Одан кейін қазір костюмчигін тігеміз осыдан кейін. Костюмчикте 2 иығын және 2 қапталын тігеміз қазір. Енді оверлоктаймыз. Міне 2 жеңін оверлоктаймыз бірінші. Одан кейін жаңағы костюмчиктің 2 иығы мен 2 жанын қосып оверлоктап аламыз. Дайын болған неге енді осы жеңдерін қондыратын боламыз. Жеңдерін қондырғанда бірінші мына тігістерін салыстырамыз. Тігіске тура келу керек. Барлық көздері. Баста барлығын теңестіріп, инемен қадап аламыз. Одан кейін желіп, соны жүріп отырамыз. Енді соны біз 2 жеңді қондырдық қой, соны оверлоктап аламыз.
Бұл бізде астары жоқ, астарсыз костюмчик болады. Жеңінен қайырып жатырмыз, міне қол жағын. Жеңінде қайырғанда жаңағыдай екі жеңді бір-біріне қойып тұрып салыстырып аламыз. Екеуі бір размер болып шығу үшін. Барлығын бірдей қылып кесіп алсақ та, бәрібір тіккенде салыстырып отыру қажет. Өйткені тігіске лишний кетіп қалады кей жағдайларда. Сол үшін тіккен кезде екеуі бірдей болу үшін салыстырып отыру қажет. Мінекей қазір біз мойын бөлігін қойып отырмыз костюмге жаға. Костюмчиктің алдыңғы бөлігі осылай, алдын осылай қайырып тігеміз. Біз алдын қарсы ілгек болатын болғандықтан жай осылай қайырып қоя саламыз. Енді мінекей мойын бөлігін қосып тігеміз. Енді костюмчигіміздің астыңғы бөлігін тігіп жатырмыз. Мінекей қайырып ішіне қарай. Мінекей костюмчигіміз дайын болып қалды уже. Енді біз шапкасын кесеміз. Шапкасы 3 бөліктен тұрады.
Шапкасының айналасын осылай қайырып тігіп аламыз барлығын. Барлығын осылай қайырып алып тігеміз. Бізде дайын өнімге осындай дайын оюлар жабыстырдық.